Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода мен сіздерге third conditional тақырыбын түсіндіремін. Third conditional дегеніміз үшінші шартты сөйлем деп аударылады. Ең алдымен third conditionalдың жасалу формасына тоқталайық. Бірінші if, яғни егер деген көмекші сөз, оған қосамыз past perfect, яғни өткен аяқталған шақ, содан соң үтір қойылады, одан соң would have сөздері, содан соң past participle, яғни етістіктің үшінші формасы қолданылады. Ал енді мысал келтіріп көрейік. If the weather had been nice yesterday, we would have gone to the zoo. Егер ауа райы кеше жақсы болғанда, яғни кеше ауа райы тамаша болғанда, біз зоопаркке баратын едік деп аударылады. Яғни бұл жерде if көмекші сөзі арқылы басталып тұр, past perfect had been көмекші етістігі арқылы жасалып тұр, кейін would have, we would have деп would have көмекші сөздері тұр, және де past participle ол gone, яғни go, went, gone. Gone дегеніміз етістіктің үшінші формасы болып табылады. Ал енді ережесіне тоқталайық. Third conditional өткен шаққа байланысты орындалмаған немесе орындалып өтіп кеткен іс-әрекетке өкініш айтқанда қолданылады. Мысалы, if I had won the lottery, I would have bought a car. Егер мен лотереядан жеңгенімде, мен көлік сатып алатын едім. Яғни ол лотереядан жеңіліп қалған, бірақ қазіргі уақытта ол сол іс-әрекетіне өкініп тұрғанды айтып тұр. Келесі мысалға назар аударайық. If he had been careful, he wouldn't have had an accident. Бұл сөйлемнің аудармасы, егер ол абай болғанда, ол жол апатына ұшырамайтын еді деп аударылады. Яғни бұл жерде жол апаты болып қойған, және де қазіргі шақта сол іс-әрекетке өкініш туралы айтқанда қолданылады. Міне, бүгінгі сабақ аяқталды. Менің видео сабағымызды соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде сіздердің парақшаларыңыздан жоғалып кетпейтін боламын.